Сәлем достар, мен бүгін жүгері көже жасадым. Қалай жасалуын сіздермен бөлісе кетейін. Бізде Түркістан облысы күн ыстық болғандықтан, осындай салқындатылған көжелерді жақсы ішеміз. Менің балаларым сүйіп жақсы көріп ішеді. Сондықтан жасап қойдым. 2,5 пияладай жүгері, сары жүгері салдым. Сосын ақ жүгеріден примерно 2 пияладай салдым. Жақсылап жуып, тазалап жуып аламыз. Ақ жүгеріден болса тағыда салған дұрыс. Менде барын салдым. Жуып, тазалап, шамамен 10 литрлік қазанға 2 ас қасық тұз салдым да. Дайын тұрған суға осы жуылған жүгерімді салып, 2,5 сағатқа қайнаттым. Қайнап шықпай тұрып, көбігін алуды ұмытпаймыз. Дәмін көріп, дәміне қарай тұз керек болса, тұзын саламыз. Көбіктерін алып тастап қайнатамыз. Шамамен 2,5 сағаттай қайнайды. Жүгері үлкен болып осылай жарылады, пісіп шығады. Сол уақытта оны алып, суытып қоямыз. Жақсылап мұздатып суытамыз. Суыған жүгерімізге 1 кесе айран құйып, 1 кесе толы айранымызды құйып, жақсылап араластырып қоямыз. Араластырып, холодильникке салып, салқындатып, кез келген уақытта іше бересіздер. Ас болсын бізге. Менің балаларым сүйіп ішеді. Күннің ыстығында осындай салқын көже жақсы ішіледі.